10 тамыз әлемдік деңгейдегі ғұлама ойшыл, ұлы ақын, ағартушы, ұлт руханиятының темір қазығы Абай Құнанбайұлының туған күні. Мынау Абай атамыздың сөзі, осының орындарын ауыстырып қойғанбыз, оқи ғой, сосын дұрыс нұсқасын білсең айтасың. Ақыл ыстық жылы қайрат адамның нәрсе қасиетін үш ақ нұрлы жүрек. Хан, осының дұрыс нұсқасын білесің ба? Иә. Алау, айта қойшы. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті ыстық қайрат нұрлы ақыл жылы жүрек. Рахмет. Жүректе сақта таза құдайшылық қалпынды. Құдайшылық жүректе қалпынды таза сақта. Дұрыс нұсқасы. Рахмет. Кіріп бойды алар. Сосын кейін Абай қазақтың бас ақыны дегенді кім айтқан? Дулатов, Байтұрсынов, Жұмабаев, Аймауытов. Абай қазақтың бас ақыны деген сөзі Ахмет Байтұрсынов атамды. Абайдың қара сөздері бар, білеміз бе олар? Абайдың қанша қара сөзі бар? 48. Абайдың немере інісінің аты кім? Оспан, Тәңірберді, Шәкәрім, Абылай. Шәкәрім. Ой, молодец. Абай алғашқы өлеңін қанша жасында жазды? 9, 10, 12, 14.